Бұл оқиға бүкіл Францияны аяғынан тік тұрғызды. Өзінің туған қызын 25 жыл бойы үй қамақта ұстаған ана туралы естулеріңіз бар ма? Сәлем достар, эфирде сол кездер. Менің есімім Нұрхат. Арнамызға жазылып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. жылдың мамырының 23-ші жұлдызы, Франция, Потье қаласы. Полиция қызметкерлері Мани отбасы тұратын үйге келді. Есікті үй қожайыны мадам Луиза Леонардо Мани ашты. Офицер мырза, сіздерге не керек деп сұрады. Бізге шағым түсті. Үйді тексеруіміз керек, деп офицер жауап қатты. Полицияның үйді тексеретінін естіген кемпір шошып кетті. Есікті іштен жауып алуға тырысты. Бірақ полиция өкілдері де осал адамдар емес еді. Олар есікті бұзып кіріп, әр бөлмені мұқият тексере бастады. Оғаш көрінетін ештеңе таппаған олар жоғарыға көтерілді. Шатырдағы есігінде үлкен құлып тұрған бөлмені олар бірден тапқан жоқ. Бірақ оны байқаған кезде дереу құлыпты сындырып, ішке кірді. Олардың көрген сұмдықтары ұзақ уақыт естерінен кетпегені анық. Полиция қызметіндегі ұзақ жылдарында көптеген сұмдықтарға куә болған аға офицердің өзі шошып кетті. Тар бөлменің ішінде ұзақ жылдар бойы жиналмаған тамақ қалдықтары, қоқыстар мен нәжістер жайрап жатыр. Терезелер мықтап қағылған. Шіріген төсектің үстінде өз нәжістері мен тамақ қалдықтарының арасында әбден қорланған, шаштары өсіп кеткен жалаңаш кемпір жатты. Бұл кісі бір кездері сұлулығымен танымал болған Бланш Мани еді. Оны соңғы 25 жыл бойы бәрі өлді деп ойлаған. Енді оның жасы 50-де, ал салмағы болса 26 килограммнан төмен екен. Айналада тышқандар жүгіріп жүрді. Ұзақ жылдар бойы Бланштың жалғыз достары осы тышқандар ғана болатын. Анасы қызына тек тамақ қалдықтарын ғана беріп отырған. Әбден қажыған әйелді төсекке орап, үйден шығарғанда анасы Луиза Мани ештеңеге өкінбейтін адамдай кофе ішіп отырды. Бланшты дереу ауруханаға алып барды. Ол жерде оның қатты зорығып кеткенін айтқан. Бірақ бұл оған қарабақ білінетін. Ол өзін салмақты ұстаған. Тамақтанып ваннаға қабылдап алған соң мұның бәрі қандай тамаша екенін айтқан. Біз қазір аздап өткенге оралайық. 1849 жылдың наурызының 1-ші жұлдызы. Францияның Потье қаласы. Қуатты тұратын Мани отбасы үшін бұл күні мейрам болады. Өйткені Луиза Леонардо дүниеге өзінің екінші сәбиін әкелді. Бұл сәбидің есімін Бланш деп атады. Мани отбасы бұл қаланың құрметті адамдарының бірі еді. Олар өте жомарттық танытатын, қайырымдылыққа да көп мөлшерде қаржы беретін. Бұл отбасы жомарт болып көрінсе де, Луиза Леонардоның өзі өте сараң адам болған көрінеді. Онымен қоса салақ әйел болған. Замандастарының айтуы бойынша үнемі бір киімді кір күйінде киіп жүре беретін болған. Ал отағасына келсек, әйеліне қарағанда білімді, мәдениетті, жұмсақ адам болған. Айта кету керек, аздап ынжықтау болған. Үйді оның әйелі басқарған. Мани Потье қаласындағы жергілікті лицейде филология факультетінің деканы болатын. Таңертеңнен кешке дейін жұмыста болған соң, бала тәрбиесі оның әйеліне жүктелді. 1848 жылы Шарль мен Луиза ұлды болды. Оның есімін Марсель деп атады. Марсельдің мінезі мен ынжықтығы әкесіне ұқсады. Артынша 1849 жылы әлгінде айтып өткендей Бланш дүниеге келді. Бланш өсе келе анасының мінезіне шыдай алмай, көбіне бөлмесіне қамалып алады. Уақыттар өтіп Марсель адвокат болды. Ал Бланш нағыз хас сұлудың өзі болды. Оған сезім білдірген жігіттер аз болмады. Бірақ Бланш бәрінің бетін қайтарды. Біраз уақыттан соң жұрттың бәрі таң қалды. Бланш өзімен көрші тұратын, өзінен әлдеқайда жасы үлкен адвокатқа ғашық болды. Жасының үлкендігі былай тұрсын, жағдайы да аса мәз емес еді. Мұны біліп қойған анасы қатты ашуланды. Қызының түгі жоқ еркекпен көңіл жарастыруына тыйым салды. Бірақ Бланш өзінің ғашығынан бас тартпады. Тіпті ол жүкті болып қалып, босанып алыпты дегенде қауесеттер тарап жатты. Бланштың адвокатпен махаббаты 1876 жылға дейін жалғасты. Дәл сол жылы 27 жастағы Бланш Мани жоғалып кетті. 1876 жылдың наурызы. Үйдегі кезекті жанжалдан соң Луиза Леонардо қызы Бланшты шашынан сүйреп, шатырдағы кішкентай бөлмеге апарып, кереуетке байлап қойды.
Жас қыз алдағы 25 жылын осы бөлмеде өткізетін болады. Бланш жоғалып кеткен соң бірнеше күннен кейін Луиза Леонардо өзінің қызының өліп қалғанын хабарлайды. Арада жыл өтіп, жұртшылық Бланш жайлы ұмыта бастайды. Ал бұл уақытта үй қамақтағы Бланштың жағдайы нағыз тозақ болып жатыр еді. Луиза тіптен есінен ауысып, қызына бұрынғыдан да қатыгез бола бастайды. Бөлмедегі жалғыз терезені қараңғылап тастайды. Солайша Бланш жарықтан да айырылады. Дұрыс тамақтың орнына қалдықтар бере бастайды. Су сұраған қызына бірнеше күн су бермей қояды. Бөлмеден жұмсақ төсек пен жылы нәрселерді алып тастайды. Бланшты жуына алмайтын, әжетханаға бара алмайтын етіп қояды. 1882 жылы Луизаны қызын босатуға көндіре алмаған Бланштың әкесі өмірден озады. Қартайған Луиза өзі бәріне үлгермейді. Оған баласы Марсель көмектеседі. Ол қарындасының қамауда екенін жақсы білетін. Бірақ оны босатуға әрекет етпеді. Одан қалса ол аза тұтушы ағаның рөлін ойнап жүрді. 1885 жылы Бланштың өліміне сенбеген, оны ұзақ жылдар бойы іздеумен өткен жалғыз адам оның ғашығы өмірден өтті. Бланштың қамауда отырғанына 9 жыл болды. Ол ақырындап есінен ауыса бастады. Оның жағдайы әбден нашарлаған. Осы уақытқа дейін бірде-бір рет бөлмеден шығып көрмеген. Ол өз нәжістері мен тамақ қалдықтарының арасында ұйықтайтын. Ол тілдесе алатын жалғыз тірі жандар тышқандар еді. Уақыт бір орында тұрмайды, өмір жалғаса береді. Луиза Леонардо әбден қартайды. Оның денсаулығы жыл сайын нашарлай берді. Бірақ қызын босату оның ойында да жоқ. Бланштың ағасы Марсель де ересек адамға айналды. Қарындасы шынымен өліп қалған секілді ештеңе білдірмей жүре берді. Ол қарындасының бөлмесіне мүлде кіріп көрмеген ұқсайды. 1901 жылдың мамырының 23 жұлдызы полиция бөлімшесіне хат келіп түсті. Месье бас прокурор, сізге өте маңызды жағдай туралы хабарлайын деп тұрмын. Мен мадам Маненің үйінде қамауда отырған кемпір жайлы айтпақшымын. Соңғы 25 жыл бойы бір бөлмеде өз нәжістері мен тамақ қалдықтарының арасында бір әйел қамауда отыр. Хатты оқығандар аузын ашып қалды. Қаладағы абыройлы адамдардың бірі Луиза Леонардо мұндай сұмдыққа барғаны нағыз сұмдық жағдай еді. Полиция дереу үйді тексеруге аттанды. 1901 жылдың мамырының 24 жұлдызында Марсель Мане мен оның анасы қамауға алынды. Мадам Мане бәрін мойындады, бірақ ештеңеге өкінбейтіні көрініп тұрды. Ол өзінің бәрін дұрыс жасағанына сенімді еді. 15 күннен кейін Луиза Леонардо сол күйі сотқа жетпей түрмеде жан тапсырды. Сот күні журналистер көптеп жиналды. Көршілері кейде үйден айғайлаған дауыстарды естігендерін айтты. Тіпті еркіндік, полиция, аяушылық, жалынамын деген сөздерді анық естіген. Тұрғындардың бірі 1892 жылы не істедім мен? Неге қамап қойдыңдар? Мен мұндай сұмдыққа лайық емеспін ғой. Құдай жоқ, бар болса тірі жандар бұлай қиналмас еді. Неге ешкім көмекке келмейді деген әйел дауыстарын естіген. Бір қызығы, куәгерлердің бірде-бірі полицияға шағымданбаған. Артынша полицияға келген хатты Марсель Маненің өзі жазғаны анықталды. Ауру анасы өлгеннен соң оның жасаған сұмдығы жария болып кетуінен қорыққан ол өз басын осылай арашылап алуға тырысқан. Марсель 15 ай қамауға алынды, бірақ көп ұзамай бостандыққа шықты. Өкінішке орай Бланш Маненің дұрыс өмірге қайта оралуы мүмкін болмады. Оның психикасы әбден зардап шеккен екен. Қалған өмірінің бәрін аурухана қабырғаларында өткізді. 1913 жылы 64 жасында өмірден озды. Бұл сұмдық жағдай Потье қаласын ғана емес, бүкіл Франция халқының жағасын ұстатты. Бірнеше автор бұл жағдайға байланысты шығармалар жазды. 1930 жылы Андре Жида Бланш Маненің көрген азабын арналған өзінің кітабын жарыққа шығарды. Сіздермен болған сол кездер арнамызға жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар.